Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсек күлуші еді. Енең дұрайын, деген қолтық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан бұтадан қорыққанда, әке-үке десіп, үйден шығып кеткенде, қызым боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп, ноғайды көргенде, ноғайға да күліп боқтаушы еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жай өрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңізші, түкке ыңғайы келмейтұғын. Ноғай солдат, ноғай қашқын, ноғай башальчик деп, ноғайға да күлуші еді. Ауылда сас басыр қашқын деп, орысқа да күлуші еді. Орыс аузына келгенін айтушы еді. Сонда осы біз орыстардан қазақ елі тәуір екенбіз. Тәуір екенбіз. Қазір қарап тұрсам сарттың екпеген егіні жоқ. Саудагердің жүрмеген жері жоқ. Қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімнен өзім әуре болып жүрмін. Сонда ұзын құлақты тауып әкеп бер депті деп. Қазір қырғынның, сыпайылықтың, даналықтың барлығы молдаларда. Қарап тұрсам, ноғай солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды. Молдалар дін күтуге де шыдайды. Сәуле, барлығы соларда. Еңбек етіп мал табуларды да солар біледі. Сонда қазақ орысқа келгенде орыс идан фу шық, қашқын қазақ деп қазақты үйден қуып шығады. Сондағы біздің ана мақтанған, күлген, қуанышты сөздеріміз аяқта.